Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы комбинациялау. Оқулығымыздың 114-ші бетін ашамыз. Балалар, бүгін біз комбинациялау ұғымымен танысамыз. Заттардың әртүрлі комбинацияларын таба алатын боласыңдар. Ал бүгінгі сабағымыздың тірек сөзі комбинациялау болып табылады. Балалар, заттардың орнын алмастыруға, оларды әртүрлі тәсілмен таңдап, топтастыруға, жинақтауға болады. Бұны комбинациялау деп атайды. Балалар, сізге бірінші тапсырма берілген, яғни сүйікті ойыншықтар тапсырмасы беріліпті. Қанекей орындап көрейікші. Сөреде 3 ойыншық тұр: қуыршақ, доп, пирамида. Әнел 2 ойыншықты жақсы көреді. Олар қандай ойыншық болуы мүмкін, балалар? Айтыңдаршы. Қане ойланып көрейікші. Ойлануға мен сендерге уақыт берейін. Ал балалар, қанекей ендеше тексеріп көрейік. Әнел 2 ойыншықты жақсы көреді. Ол қандай ойыншық болуы мүмкін? Енді міне бізде сөреде берілген 3 ойыншыққа назар аударамыз. Әнел қуыршақты, допты жақсы көруі мүмкін. Немесе допты және пирамиданы жақсы көруі мүмкін. Немесе қуыршақ пен пирамиданы жақсы көруі мүмкін. Балалар, міне сендерде осындай 3 нұсқа шықты ма? Егер сендерде осындай 3 нұсқа шыққан болса, өте дұрыс. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген бізде фотосуреттер тапсырмасы. Қанекей тыңдап көрейікші. Мұратта 3 фотосурет бар. Альбомның бірінші бетіне тек 2 фотосурет қана сыяды. Оларды альбомға қалай орналастыра алады? Әр қатарды толықтыр. А – ит, Ә – мысық, Б – ұл, В – мысық, Г – ұл, Ғ – ит. Қанекей, ойланып көрейікші, балалар. Балалар, ойланған болсаңдар, тексеріп көрейік. А – ит, мысық. Немесе мысық, ұл. Ұл, ит. Мысық, ит болуы мүмкін. Ұл, ит болуы мүмкін. Ит, мысық болуы мүмкін. Міне балалар, сендерде де тап осылай шықты ма? Жарайсыңдар, өте тамаша. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Жаңа киім тапсырмасы. Ләззаттың көгілдір және қызғылт бас киімі, сондай-ақ көгілдір және қызғылт мойынорақшы бар. Ләззат оларды қалай кие алады? Қанша нұсқа шықты деп сұрайды бізден, балалар. Қанекей, ойланып көрейікші. Қанша нұсқа шығуы мүмкін? Балалар, қанекей тексеріп көрейікші. Бірінші нұсқа. Ләззат көгілдір бас киіммен көгілдір мойынорақшты орауы мүмкін,
Бірінші нұсқа. Екінші нұсқа. Қызғылт бас киіммен қызғылт мойынорағышты кие алуы мүмкін. Үшінші нұсқа. Көгілдір бас киіммен қызғылт мойынорағышты тағуы мүмкін. Төртінші нұсқа. Қызғылт бас киіммен көгілдір мойынорағышты кие алуы мүмкін. Міне балалар, осылай сендерде 4 нұсқа шықты ма? Жарайсыңдар. Егер сендерде осылай 4 нұсқа шыққан болса, онда сендер түсіндіңдер. Балалар, міне осылардың барлығы комбинациялау деп аталады. Осылай араластырып, топтастырып, әртүрлі тәсілмен жинақтауға болады. Әрі қарай шығарып көр, тапсырмасын орындайық. Қанекей балалар, тыңдап көрейікші. Қорапқа шоколад және карамел кәмпиттері салынған. Бала қораптан 2 кәмпит алды. Бұл қандай кәмпит болуы мүмкін дейді. Қанекей балалар, ойланып көрейікші. Жақсы балалар, қанекей тексеріп көрейік. Бала қораптан 2 кәмпит алды. Бұл кәмпиттер бірінші нұсқа шоколад және карамель. Немесе 2 шоколад алды. Немесе 2 карамель алды. Бізде 3 нұсқа болды. Балалар, сендерде де осылай 3 нұсқа болды ма? Жарайсыңдар. Бұндай нұсқалар әртүрлі заттарды орын алмастырып, оларды әртүрлі тәсілмен таңдап топтастыру, бұл комбинациялау деп аталады балалар. Әрі қарай орындап көр, тапсырмасын орындап көрейік. Қаламды, сызғышты және карындашты үстелге әртүрлі тәсілмен орналастыр. Неше тәсілмен орналастырғаныңды сана дейді. Балалар, қанекей көрейікші. Бірінші, қалам мен сызғышты қояйық. Бірінші нұсқа кетті. Екінші, қалам мен карандашты қояйық. 2 нұсқа кетті. Немесе сызғыш пен карандашты 3 нұсқа кетті. Немесе қалам мен карандаш 4 нұсқа кетті. Немесе қайтадан карандаш пен сызғыш 5 нұсқа кетті. 6-шы нұсқа сызғышты, қаламды орналастырады. Балалар, сендерде де дәл осылай 6 нұсқа шықты ма? Жарайсыңдар. Тамаша. Сендерде де дәл осылай шықты деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Ойлан. Қаламсауытта 4 жай және 2 түрлі түсті карандаш бар. Қолдағы карандаш жай карандаш болу үшін ең аз дегенде қанша карандаш алу керек? Балалар, бұны өзіміз ойланамыз. Ойланып, шығарамыз. Балалар, енді жұмыс дәптерімізді ашайық. Жұмыс дәптеріміздің 111-ші бетін ашайық. 109-шы жұмыс парағы. Комбинациялау. Шарлар тапсырмасы берілген балалар бізде. Балалар, шарлар жұбын әртүрлі тәсілдермен боя, қызыл мен жасыл түсті ғана қолдан дейді. Қанекей балалар, ойланып көрейікші, бұны қалай орындасақ болады? Қанекей балалар, ойландыңдар ма? Тексеріп көрейікші.
қараймыз. Бірінші тапсырмада біз осылай қолдансақ болады екен. Бірінші жасыл және қызыл. Немесе қызыл және жасыл. Немесе екі жасылды және екі қызылды қолдансақ болады екен балалар. Бұл яғни комбинациялау деп аталады. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Жеміс деп аталатын тапсырма. Сөреге жемістерді әртүрлі тәсілмен орналастыр. Сенде неше тәсіл шықты? Және мойынұрағыштар деген тапсырма. Әр мойынұрағышта көк, ақ және қара жолақ болу керек. Оларды бір-біріне ұқсамайтындай етіп боя дейді. Балалар, қанекей ойланып көрейікші? Ал қанекей балалар ойланып көрген болса, тексеріп көрейік. Қанекей, банан, алманы қойсақ болады екен. Келесі қатарға алма, алмұрт. Үшінші қатарға банан, алмұрт. Төртінші қатарға алма, банан. Бесінші қатарға алмұрт, алма. Алтыншы қатарға банан, алма деп комбинациялап, топтастырып жинасақ болады екен, балалар. Сендерде де дәл осылай шықты ма? Жарайсыңдар. Келесі мойынұрағыштар тапсырмасында сендер қалай боядыңдар? Міне, қараңдаршы балалар, экранда көріп тұрғандарыңдай бірінші. Көк, қара, ақ. Одан кейін көк, ақ, қара. Ақ, көк, қара. Ақ, қара, көк. Қара, ақ, көк. Қара, көк, ақ. Балалар, осылай сендерді бір-біріне ұқсамайтындай етіп боядыңдар ма? Бұлардың барлығы не деп аталады, балалар? Бұның барлығы әрине комбинация деп аталады, балалар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі 112-ші беттегі 110-ші жұмыс парағына назар аударамыз. Құрастырып көр. Қарындаштар тапсырмасын орындап көрейік, кәнекей. Қарындаштарды әртүрлі түспен боя. Сурет салу үшін екі карандаш таңдап ал. Олар қандай карандаш болуы мүмкін? Бояп көрсет. Қанша нұсқа шықты? Санын жаз. Саған 4 карындаштың үшеуін таңдап алу керек. Сен карындаштың қандай түрін аласың? Карындаштарды әртүрлі түспен бояп көрсет дейді. Балалар, қанекей ойланып көрейікші? Мен сендерге уақыт берейін және. Қанекей, тексеріп көрейікші? Қарындаштарды әртүрлі түспен боя дейді. Демек біз қызыл, сары, жасыл, көк түспен боясақ болады екен, балалар? Ал сурет салу үшін екі карандаш таңдап ал. Ол қандай карандаш болуы мүмкін дейді. Ол карандаштар міне қараймыз, қызыл, сары, немесе қызыл, жасыл, немесе қызыл, көк, немесе сары, жасыл, немесе сары, көк, немесе жасыл және көк етіп бояп көрсетсек болады екен, балалар. Балалар, сендерде де дәл осылай шықты ма? Егер сендерде де дәл осылай шыққан болса, өте дұрыс орындадыңдар, жарайсыңдар.
Балалар, бүгінгі біздің тапсырмамыз сендерге түсінікті ме? Түсінікті болды ма? Комбинациялау дегеніміз не екен? Және кім айтады? Әрине, заттардың орнын алмастыруға, оларды әртүрлі тәсілмен таңдап топтастыруға, жинақтауға болады. Бұны комбинациялау деп атайды екенбіз, балалар? Бұны біз есімізден шығармауымыз қажет. Балалар, сабақ түсінікті болды ма? Түсінікті болған болса, жарайсыңдар. Егер түсініксіз болған болса, сабақты қайтадан басынан бастап көрсеңіздер болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.